Қыздар сәлем, каналға қош келдіңіздер. Қыздар, оразаларыңыз қабыл болсын, қыздар. Ниеттеріңіз, тілектеріңіздің бар орындалсын, қабыл болсын осы Рамазан айында. Қыздар, мынау бар ғой? Штрудель. Неміс халқының штрудель деген тағамы өте дәмді және тоқтаған. Қыздар, мынау ауыз ашарға керемет әйбат екен. Үлкен табаққа салып бар ғой, жан-жағына мына қамырын саласында бетіне зеленді сеуіп, ортаға қойсаң керемет күшті екен. Ауыз ашарға. Қыздар, бұған өзі не керек? Бұған мінекей ет керек, сәбіз керек, пияз керек, картоп керек, зелен керек. Мінекей кез келген зелен. Міндетті түрде осы зелендер емес, қыздар. Содан кейін чеснок керек. Томат пастасы, міндетті түрде емес томат пастасы. Содан кейін тұз бен бұрыш керек. Қамырына не керек? Қамырына ұн керек, жұмыртқа керек, бір жұмыртқа, одан кейін тұзды су керек. Қыздар, мен мына етті турағанымды сендерге көрсеткенмін ғой, бірақ ол түспей қалыпты видеоға ше. Содан кейін мына сәбізді барлығын осылай турап қойдым. Мінекей әдеттегіден кішкене үлкендеу етіп турадым, қыздар. Содан бар ғой, картопты мінекей тоже үлкендеу етіп, жаңағы етпен, сәбізбен размері бірдей етіп турадым. Бүгін мінекей мен осыны дайындадым, қыздар. Керемет дәмді. Неміс халқының осы тағамы. Одан кейін пиязды 4-ке немесе 6-ға бөле салыңыз. Тоже үлкен-үлкендеу қылып, жаңағы еттің размерімен бірдей қылып бөле салыңыздар. Осылай мінекей өстіп пиязымды турадым. Қазір барлығын турап алайын, содан кейін барып пісіру оңай болады. Көрсету оңай болады. Мінекей енді қатты қызып тұрған майға бардымдағы етімді салып кеп жібердім. Қатты қызып тұрған майға, қыздар. Ең бірінші етті қуырып алғанды жөн көрдім мен. Содан кейін еттің ең бірінші салып жіберген кезде соғы шығады ғой, суы шығады. Суы шыққан кезде мен оны араластырып әлі тұз салған жоқпын, қыздар. Тұзды әлі салмаймыз. Хотя менің етім тұздалған ет уже. Сонда да. Осының тұзды негізінде мынада ең бірінші салмаймыз, қыздар. Мына соғы әбден тартылғанға дейін бұның бетін жауып, бұқтырып қоя тұрамыз. Мінекей, соғы шықты. Көрініп тұр ғой. Әбден бұны 2-3 рет араластырып жібердім дағы қақпағын жауып қоя тұрдым. Әбден соғы тартылсын. Тек қана майы ғана қалсын. Тек қана майы қалған кезде мінекей мынандай сәл-пәл қызартып қуырамыз етті. Сосын кейін ыстық майдың үстіне осы пиязды салып кеп жібереміз. Керемет тамаша иіс шығады ғой, ыстық майдың үстіне салып кеп жіберген кезде. Сөйтіп кішкене иісін шығарып аламыз, тамаша қылып пияздың. Сол кезде барып мына сәбізімізді саламыз. Сәбізімізді салып, тағы да кішкене араластырып жібердім дағы. Одан кейін томат пастасын салдым. Томат пастасын және тұзым мен бұрышымды салдым. Қыздар, любой нелерді сала берсеңіздер болады, дәмдеуіштерді, бірақ та артық қой деп ойладым мен. Еттің өзінің дәмін алып жібереме дедім. Содан кейін су құйдым. Су құйдым дағы, оны араластырып жүріп, қайнағаннан кейін газымның астын ақырынға қойып, бұқтырып қойып қойдым. Ақырын қайнап жата берді өзі. Сол кезде алдында бір ыдысқа бір жұмыртқамды құйдым, тұздалған суымды құйдым, жарты кесе. Содан кейін соныменен қатты, тастай қатты етіп, қамыр иледім. Мінекей, үстіне сеуіп отырып, осылай қамыр иледім. Қыздар, арнаға жазылып, кішкентай ғана қоңыраушаны баса кетіңіздер, Мінекей, енді қамырым дайын болып қалған кезде оны столдың үстіне түсіріп алып иледім. Көп сөйлейсің деп айтады маған, енді көп сөйлемеймін. Ылғи сөйтіп жазады маған, көп сөйлеп кетесіз деп. Мінекей, қамырды кішкене тындырып қойып қойдым, бетін жауып. Сол кезде мына зелен, аскөк. Аскөгімді осылай турадым, қыздар. Қыздар, мына міндетті түрде осы аскөк емес. Көңіліңізге, өзіңізге қайсы ұнайды, соны жусай болса тіптен жақсы. Біз семейдеміз ғой. Семейде жусай ол қолға түсе бермейді оңайлықпен. Тек қана сезон кезінде болмаса, бұлай жусай сатыла бермейді. Содан кейін мынау укроп. Жаңағы кейбір қыздар бар ғой, жаңағы қамырдың ортасына морковты через терке өткізіп салады.
пиязбен жаңағы сәбізді. Бірақ енді сәбізді салған маған онша ұнамайды, ол тәп-тәтті қылып жіберетін сияқты, мына нені. Сияқты емес, енді тәп-тәтті қылып жібереді ғой қамырды. Содан кейін мінекей қамырымды жайдым да, қамырымды кішкене қойып қойдым, кішкене кепсін деп. Сол екі ортада мына қуырдағымды қарадым. Етім пісіп қалған екен. Содан кейін алдымдағы бұған картоп салып жібердім. Картопты көп қайнатпаймыз, қыздар, әйтпесе езіліп кетеді. Просто картопты қайнатпаймыз, әншейін салып жібереміз бірінші. Салып жібереміз дағы, артынан қамырымызды саламыз. Мінекей, қамырды салмас бұрын кішкене шемішкенің майын майлап жібердім дағы, жақсылап тұрып майлап жібердім, қыздар. Май тимеген жері қалмасын. Жабысып қалады әйтпесе. Майлап жібердім дағы, үстінен жаңағы ас көктерімді септім. Қыздар, укроп пен көк сарымсақ бұл, көк пияз, то есть. Укроп пен көк пияз. Содан кейін қатты тығыздамай, әншейін бос қылып өстіп орадым. Содан кейін шетін жабыстырдым, әрине. Содан кейін осындай бір үлкендікте етіп кестім. Кесімдағы жаңағы қайнап жатқан сорпамның, неме деп айтсам болады мұнаны? Сәйі деп айтайыншы, осы сәйдің үстіне осылай қойдым. Бетін кішкене қолыммен осылай басыңқырап жібердім. Тағы да су құйып жіберсеңіздер болады, қыздар. Мұнаның үстіне тағы кішкене су құйып жіберіңіздер, е? Енді өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Егер кішкене сорпалы болсын десеңіз. Міне енді қақпағын жауып бір 20-25 минутқа бұқтырып қойып қойдым. Ал енді 20-25 минуттан кейін, қыздар, ана бетіндегі қамыр бар ғой, сол буға піседі, қыздар, буға, суға емес, буға. Мінекей, осындай тамаша штрудель болды. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Қай нәрседен қанша керек екенін барлығын описанияға салып қоям, е? Қыздар, өте дәмді тағам, өте тоқ тағам, қыздар. Ауыз ашарға міндетті түрде осыны жасаңыздар. Қараш, ортасындағы көк пиязы өте дәмді болады. Сіздер жақта жусай бар болса, жусай міндетті түрде, қыздар. Пока, қыздар, пока.